Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай айраннан жасалатын оладьи дайындаймыз. Өте тез дайындалады, 10 минутта дайын болады. Дәмі бауырсаққа ұқсайды. Өте дәмді, керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ең алдыменен бөлме температурасындағы айранымызды құйып аламыз және бір жұмыртқамызды саламыз. Менде айран қолдың айраны. Содан соң 2 ас қасық қант саламыз. Жақсылап араластырамыз. Мен ванилин салдым. Сіздер салсаңыздар да болады, өз қалауларыңызша. Жақсылап қанты ерігенше араластырып аламыз. Содан соң жарты шай қасық тұзымызды саламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп саламыз. Менде шамамен 350 грамдай ұн кетті. Ұнның барлығын бірден салып жібермейміз. Аз-аздан осылай 3 бөлікке бөліп саламыз. Содан соң жарты шай қасық сода салып, осылай біркелкі масса болғанша араластырамыз. Тағы да кішкене ұн саламыз. Массамыз осындай болуы керек. Енді қызып тұрған сұйық майымызға саламыз. Кондитерлік мешокқа салып, басын кесіп салсаңыздар да өте жақсы болады. Біркелкі, дөңгелек, әдемі болып шығады. Менде жоқ болғандықтан осылай қасықпен де салсаңыздар болады. Қызартып пісіріп аламыз. Неке дайын болды. Өте жұмсақ болып шығады. Бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады, өз қалауларыңызша. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.